Барлықтарыңызға сәлем. Біз бұл сабақта ең маңызды нәрсе, Қытай тілін білмейміз, біз переводчиктің көмегіне жүгінеміз. Мысалы, маған осы товар ұнап тұр, набор, мен осы жайлы толық білгім келеді, немесе маған осы бет түсініксіз болып тұр. Скриншот жасап аламын және переводчикке саламыз. Именно осы переводчикті сіздер өткізіп аласыздар. Себебі бізге камера арқылы да аударып беріп отырады. Бірінші мен тілін ауыстырамын. Біріншісін китайский деп таңдаймын, себебі Қытайдан орысшаға аударамыз ғой. Китайский деп таңдаймын, екіншісіне русский деп таңдаймын. Мінекей, русский. И камераны қолданамыз. Осы камераға жаңағы скриншотты саламыз. Скриншоттаған бетті. Міне, бізге барлығын аударып беріп тұр. Барлығы орысша. Қытай тілінен қиналып тұрсаңыздар, осылай переводчиктің көмегіне жүгінесіздер. Кез келген товарды түсінбей жатырсаңыз да, тілді түсінбей жатсаңыздар да, отзывты түсінбей жатсаңыздар да, міне мысалы мынау отзывы жаңағы набордың, тоже скриншот жасаймыз да, переводчикке саламыз. Переводчикте бізге бәрін аударып береді. Міне бізге толық аударып беріп тұр. Орысшаға, қазақшаға аударсаңыздар да болады. Мысалы, осы набор жайлы өте жақсы жазған. Маған ұнады деген сияқты. Мінекей, кастрюля очень хорошая дейді. Осылай отзывтарды немесе түсінбеген беттеріңізді переводчикке салып аудара аласыздар. Тек қана отзывтар немесе осы товар жайлы емес, мысалы мынау бізде главный менің бөлімі, осы бетті түсінбей тұрсаңыздар да, тоже переводчикке салып аударып алыңыздар. Міне барлық көрсетілген қай жерде не жазылып тұрғаны.